Сәлем достар, сіздермен бірге Зак. Енді біз бүгін сіздермен бірге Minecraft Pocket Education ойынында 14 версия достар. Сонымен видео түсіретін боламыз. Енді сіз білмейтін көптеген настройкаларды біз бүгін қарастырамыз. Сіз оны көбінесе қолданбайсыз. Бұл сіздің ойыныңызды екі есе үнемді және уақытыңызды үнемділейді, короче. Үнемділейді. Егер сізге бұл рубрика ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз, сосын қоңырау сөзін басып ұмытып кетпеңіз. Сосын видеоның соңына қарай келіп, комментарияға бұл қызықты болды ма или қызықты болған жоқ па, соны жазып кетеміз. Достар, біз бірінші нені қарайық? Неден? Играйте мирға кірейік бірінші. Сосын барып бүкіл настройканы қарастырамыз. Сіздер қандай настройканы ойнайсыздар, қандаймен ойнамайсыздар. Ол бізге необычный жер түсіпті. Бұл бүгінгі неде қызық болады. Бірінші айтайын дегенім бұл не? Бұл настройкадағы бірінші қарап өтейік. Бірінші бұл бізде дыбыс ол барлық ойында да бар. Бұл дыбыс ақырындату, қаттылату ғана мүмкіндік береді, болды. Екіншісі уровень сложности, яғни біздің ойынымыздың қиындылығы. Оңай, өте оңай, қиын, өте қиын. Осы төрт нені берген мүмкіндікті ойнауға. Білмеймін сіздерге қалай, мен оңайды қойып ойнаймын, өзім выживание ойнаған кезде, либо творческий ойнаған кезде. Творческийде бұның бәрі жай болып қалады. Ал мен достармен бірге ойнағанда позитив. Сонда мен бұны барлығына ең қоямын. Сол кезде бұл өте қызықты, зомбилар көп шығып, яғни тамақты аз болып, солай қызықты болады. Сіздер де солай істейтін деген ойдамын. Келесіне кеттік. Келесі бізде лицалар, короче. Бізде мұнда не болады? Бірінші лица, екінші, үшінші лица. Бірінші лица бұл керек жағдай, көбінесе керек адамдарға. Бұл көбіне керек. Бірінші лицамен мысалға көптері жүруге болады. Бірінші лица сіз қалай жүресіз өмірде, шын өмірде. Бұл бірінші лица солай болып көрінеді. Ал екінші лица бұл сіздің артыңыздан қарап жүресіз. Яғни сіз өзіңіздің артыңыздан өзіңіз қарап жүресіз. Солай. Бұл көбінесе GTA ойындарында қолданылатын лица. Ал біз үшінші лицаға келсек, білмеймін бұл үшінші лица кімге керек, білмеймін. Бұлай үшінші лицамен Майнкрафтта ойнау қиын, енді біздер басқару да қиын. Бұлай қалай достар жүруге болады, мен білмеймін. Бұлай қалай жүруге болады, достар, мен білмеймін. Сосын достар комментарияда жазып кетейікші, кім қандай лицамен ойнайтын, екінші, бірінші, үшінші жазып кетіңіздер. Сосын мұнда многопользовательская игра, мұнда бұл көбіндер ойнайтын. Сосын транслировать в локальную сеть. Бұл сіздер екеуі де қосып тұрады. Бұл Майнкрафт бұл арада сізге қолдануға рұқсат бермейді. Бұл бәрібір сізде қосып тұру керек. Келесі элементы управления, яғни сіздің ойыныңызды басқару. Чувствительность, бұл сезімділік, яғни сіздің көзіңіз қалай созылады, яғни басқару қалай ыңғайлы болады, соған қарайды. Екінші инверсия по осью I. Бұны қоспай қойыңыздар, бұл сіздерге онша керек емес. Левша мүлдем достар қоспаңыздар, левша болсаңыздар, левша атайып тұрғанда левша болады. Яғни барлығы ауысып кетеді, астына, асты үстіне ауысып кетеді нелердің. Разделить элементы управления. Бұл да достар керек емес, бұл жақтағалар онша керек емес. Сосын поменять прыжок и красться. Бұлар кейбір адамдарға керек, яғни көрсетіп кетейін. Міне, яғни бізде жаңа мынауымыз не болғанда, мынауымыз не болды? Біздің крассамыз болып тұрған, енді крассамызды прыжокқа ауыстырдық, яғни біз бұны секіреміз.
жоқ достар, керісінше болды бізде. Мынау красса болған, енді бұл прыжокқа ауысты, секіруге ауысты. Мынау керісінше бізде секіру болған, енді 2 рет бассақ біз, міне, көріп тұрсаңыздардай біз красса болып тұрмыз. Сосын мұнда тоже ауысты. Міне көріп тұрсаңыздар, ортасында не жоқ, мынау аяқтыңызда, мынау ортада тұру керек те, бұны егер поменять деп бассаңыз, онда бұл ауысып кетеді. Бұл поменять прыжок. Білмеймін кімге керек, комментарийға жазып кетеміз. Мен кімге қалай ұнайды, соны қараймын. Размер кнопки. Бұл менде орташада тұр. Размер кнопки бұл кімге қарайланса, кімнің телефоны, смартфон, яғни кішкентай болса, оны үлкейтеді. Ал кімнің смартфоны үлкен болса, бұны кішірейтеді. Яғни достар, қараңыздар. Мұндай қойымыз. Яғни біздің кнопкамыз достар кішірейіп кетті. Енді бұны біз үлкейтсек, мен азғана үлкейттім. Біз бұны бұлай үлкейтсек, мұнда сіздің кнопкаларыңыз достар үлкейеді. Кімге қалай ыңғайлы жазып кетіңіздер комментарийға. Может, сіздер де мен сияқты орташаға қойып ойнайтын шығарсыздар. Бұл автопрыжок. Автопрыжок ол достар бір блокты автоматты түрде секіру. Яғни сіз прыжокты, яғни секіруді баспайғанда ол өзі автоматически, яғни автоматты түрде өзі секіреді. Бұл менде неде тұр? Бұл менде неде тұр? Жағылу тұр. Яғни мен бір блокты автомат түрде секіремін. Міне көрейік. Достар, көрдіңіз, автомат түрде секіремін. Мен прыжок басқан жоқпын. Міне алға басам, болды. Өзі автомат түрде секіреді. Ал егер біз автопрыжокты алып тастаған жағдайда, біз өзіміз секіруді басу керек болады. Көрдіңіздер ғой, міне автопрыжок секіріп бірақ алу. Түсініңіздер ғой, секіріп бірақ алу керек. Осылай. Бұдан кейінгі не? Бұдан кейінгі обратный связь. Бұл обратный связь достар, мұнда сосын үшінші бар. Бізде раскладка клавиатуры. Яғни сіз өзіңізді клавиатураңызды ауыстыруға боласыз. QWERTY, міне QWERTY бұл обычный, яғни QWERTY, AZERTY, QWERTY. Солындалар бар. QWERTY, AZERTY, QWERTY. Все. Осы төртеуі бар, төртеуі ойнауға болады. Яғни сіздің клавиатураңыз достар ауысады. Бұл достар көбінесе сообщение керек. Міне жазсаңыз. Да. Да емес, мында міне. QWERTY достар тұр. Бірақ QWERTY-ді ғана біз ауыстырдық достар. Бұл ойынға қажет. Не? Клавиатура. Бұл сіздерді айтайын достар. QWERTY достар тұра берсін, бұл ыңғайлы. Сіз ауыстырған жағдайда сіздің өзіңіздің қолыңызда ойнау өте достар қиын болады. Сол себепте достар тұра берсін. Үшінші, одан кейінгі раскладка контроллера. Бұл өте жақсы. Прыгнуть, летать вверх. Выбросить предмет, атаковать, уничтожить достар болады. Өзіңіз қоя аласыз, басып қанақ. Басып қоя аласыз, міне. Движение назад, движение вперед, открыть чат. Достар, бұл неде? Біз бұны сохранитеміз. Бұл кімге қалай, солай. Все. Осын келесі графика. Графикада достар яркость достар азға қойсақ аз болады. Достар, яркості барына қойыңыз. Бұл сіздің ойыңыздың, телефоныңыздың зарядкасын, яғни қуатын жесе де, бірақ достар сізге ыңғайлы болады. Қараңғыда мұнаймен ойнау достар мүмкін емес. Мен өзім көргем. Ойнау мүмкін емес достар.
дальность при прорисовки да, дальность прорисовки. Бұл сіздің үшін неге үшін керек? Бұл сіз үшін керек, кейбіреулерге керек емес. Менде осында тұру бұл тұру керек. Менде осында тұру керек па? Бұл сізде нені ауыстыра тұрады. Міне көрсеңіздер. Мысалы судың түсін қараңыз, судың түсі міне. Қараңыздар. Көріңіздер, бұл сіздің алыстағы яғни заттардың дальностьін, яғни жақсы көрінуін соған достар байланысты қылады. Масштаб интерфейсі. Бұл достар керек нәрсе. Ортаға қойсақ, сіздің бүкіл масштаб интерфейсіңіз ортасына қойды. Ал ең соңына қойсаңыз, достар, бұл өте жап-жақын болып кетеді. Сол себептен бұны достар бұл керек жоқ. Бұлай білмеймін, кім ойнайды. Ойнайды шығар біреулер. Комментарий жазып кетеміз, достар. Бұл кішкентай телефондарда осылай ойнауға керек. Бұл тоже смартфонның көлеміне, яғни үлкендігі кішігіне байланысты. Қоямыз. Сосын поле зрения, достар, бұл поле зрениені қосылсақ, достар көріңіздер ме қалай ұзарады? Бұл алыстан кейбіреулер осылай ойнайды. Барлық кругозор ету үшін, барлығын көру үшін, ал менде достар осы достар ортасында тұр. Поле зрениені үлкейткен жағдайда сіздер сіздің көру неңіз көру сіздің неңіз үлкейеді. Түсініңіздер, көруіңіз үлкейеді. Яғни сіз алтты барын көре аласыз. Прокачивание камеры бұл керек нәрсе. Мұнда достар, одан кейін классный графика. Бұл қосып қойды достар. Ешкім жақсы емес графиканы ойнасы келмей шығар. Красиво небо, бұл бары керек. Сосын анимированная вода. Бұл то достар керек. Бұны ешқашан да алмаңыздар достар. Бұны алсаңыздар достар, соңыз өзгеріп кетеді. Достар, біз бүгінге болдық. Бүкіл настройканы ашып өттік. Достар, 14-ші версияда. Достар, біз келесі видеороликта біз Minecraft Pocket Education осы 14-ші версиядан қызықты видеолар түсіретін боламыз, достар. Лайк басып, каналға жазыламыз, достар. Комментарияға да жазамыз. Видео қызық болды ма, әлде қызықты болған жоқ па? Сіздермен бірге болған Зак. Сау болыңыздар.